Шалқан. Ертеде. Бір кемпір мен шал өмір сүріпті. Олар егістік шаруашылығымен айналысқанды жақсы көреді екен. Ата есіктің алдында шалқан егіпті. Күндердің бір күнінде шалқан күннің ыстық сәулесімен үлкен болып өсіпті. Осы кезде ата шалқанына тамсанып қарайды. Ата: «Ой, бәрекелді, менің еккен шалқаным үлкен болып өсіпті. Бәріне жететін болды», дейді. Осылай ата еңбегіне қуанып, шалқанды тартпақшы болады. Әрі тартады, бері тартады, шалқанды жұла алмай қояды. Сөйтіп, көмекке кемпірін шақырады. Ата: «Ойбай, шаршап кеттім, белім де ауырады. Қой, көмекке кемпірді шақырайын». Кемпірім, көмекке келші. Қараша, шалқанымыз үлкен болып өсіпті. Жалғыз өзім тарта алмай қойдым. Кел, екеуміз бірге тартайық». Кемпір: «Ой, шынында үлкен болып өсіпті ғой. Кел, тартсақ тартайық», дейді. Осылайша атаның артынан ұстап, әрі тартады, бері тартады. Бірақ шалқанды орнынан қозғалта алмайды. Кемпір қызын көмекке шақырады. Кемпір: «Қызым, бізге көмекке келші. Атаң еккен шалқанды жұла алмай жатырмыз». Қыз: «Жарайды апа, сізге көмектесемін», деп жүгіріп келеді. Сонымен қызы көмекке келіп, шалқанды рет-ретімен тартады. Бірақ күштері жетпейді. Сонымен қыз көмекке итін шақырады. Қыз: «Итім, көмекке келші». Ит: «Аф, көмектес десеңдер көмектесемін», дейді. Ит қыздың етегінен, қыз кемпірдің етегінен, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап ары тартады, бері тартады. Бірақ шалқанды суыра алмайды. Енді ит көмекке мысықты шақырады. Мысық иттің құйрығынан, ит қыздың етегінен, қыз кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап әрі жұлқылайды, бері жұлқылайды. Бірақ шалқан шықпайды. Енді мысық көмекке тышқанды шақырады. Олар барлығы бірге тартады, шалқанды суырып алады. Сөйтіп, шалқанды тартып шығарып алғандарына барлығы қуанады. Бұл ертегіміз күш білекте емес, бірлікте деген мағынаны білдіреді. Осымен ертегіміз аяқталды. Ал біз оқырмандарға ертегі ұнаған болса, лайк басып пікір жазып кетуін сұраймыз, иә? Тіркеліп кетіңіздер. Рахмет балаларым.